досым звондап жатыр. Мысалы, че там дейді. Қазір сұрап көрейік, домдарым бар емес пе еді. Кстати, ассалаумалейкум достар, сіздермен мен бүгін Нура. Бүгінгі видеода мен досыма техничный обзор жасайтын боламын. То есть пранк түрінде. Қазір бірінші домдарын сұрап аламыз. Одан böyle 2 дом бар. Қазір жауап күтеміз. Так. Бар әлі дейді. Қазір сұраймыз, ферма Алексеевка ма деп. Алексеевка, Роговичи, понятно. Так. Гараж тірі деп сұрақ көрейік. Типа гараж бар екен білдіру үшін. Гараж тірі екен. Короче, фул гараж бар. По-любому қазір сұрақ өзі айтады қазір. Мені айтты, фул екен. Қандай машиналар бар екен, енді сұрақ көрейік. Ол жағын енді білмеймін. Не қылды деді. Интерес клуб дей салайық. БТР и шофер машина дейді. Нормально. Бюджетін сұрақ көреміз. Так. Сәлен тамам алып тұрғаны бар енді. Ондай бар енді. 9 лям екен бюджеті. Молодец. Вообще имба. 2 фирма салып жатыр. Он, короче, теплица фирмасы бар ғой. Қазір донат сұрақ көреміз. Үшкі донаты бар екен, епа. Үшкі донаты бар екен, епа. Қазір тікідағы адам сұрақ көрейік. Негіздікісі бар ма? Негіздікісі бар еді, бірақ жау жіберді ма, сат жіберді ма, енді белгісіз. Тікісін сат жіберді, понятно. Нормально. Семьяда қанша адам бар екен? Сұрайық. Бірақ адам бар екен семья. Имуществоны қаншаға бағалайсыз деп сұрақ көрейік. Сұрақ көрейік. $600 плюс-минус примерно дейді. Бәлі. Саған бір прикол айтайын ба дейік. Саған білдірмей. Сенің аккаунтына обзор жасап тастадым. Короче, обзор жасап тастағансың ғой, өзі айтпай. Бұл, короче, осындай пранк видео. Жау білдіртпей істеп тастағансың ғой, короче. Енді осы контентті кіммен сұрайын, айта беріңдер. Видеоны жазып кетіңдер, бір ютубер болса
сонымен технично звондасып отырып осындай осы контентті түсіретін боламын. Жазып кетіңдер, короче, комментке. Короче, осымен видео аяқталды. Қош сау болыңдар.